Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Өз ісінің шебері айдары бойынша Ұлытау облысы Қалажал қаласының жалпы білім беретін мектебінің номері 11 дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, Қаражал қалалық дзюдо мектебінің жаттықтырушысы Жақанов Ағзал Бергенұлы бүгін біздің айдарымызда қонақта. Бүгін біз мектептің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, әрі дзюдо спортының үйретіп жатқан жаттықтырушысы құрметті ұстазымызбен қысқаша сұхбат жүргізгелі отырмыз. Уақытымызды бөліп, сұхбатқа келісім бергеніңізге рахмет. Енді сізге бірнеше сұрақтарды қойсам. Бірінші сұрақ, өзіңіз туралы және мамандығыңызға қалай келгеніңіз туралы айтып берсеңіз. Мен Жақанов Ағзал Бергенұлы 1993 жылы дүниеге келген. Өзімнің оқу жолында 2011 жылы аяқтап, Қарағанды қаласына Қарағанды мемлекеттік университетіне түскен 2011 жылы. 2015 жылы тәмамдадым сол жоғары оқу орнын. Содан бері 2015 жылдан бастап номер 11 орта мектебінде жұмыс жасап келемін. Дене шынықтыру және дзюдо күресінен жаттықтырушы болдым. Жақсы, екінші сұрақ, дене шынықтыру мұғалімі болуға не түрткі болды? Дене шынықтыруға түрткі болған енді ол бастан мектеп кезінен өзі спортқа бейім болып, спортты жақсы көріп, сондай жолдармен спорт жолына бардым. Енді мамандыққа қатысты сұрақтар қойсақ, дене шынықтыру пәні оқушылардың тәрбиесіне қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Дене шынықтыру өте үлкен әсер етеді. Дене шынықтыру ма именно? Балалардың дене бітімін, денсаулығына пайдалы. Әртүрлі баланы өзі сұрыпталып, әрбір спортқа барады. Біреу баскетболға бейім болады, біреу футболға бейім болады, біреу күреске. Олай балалар өз жолдарын спортқа табады жолында. Заманауи және тәрбиесі сабағында қандай және жаңа әдіс тәсілдер қолданасыз? Қандай техникаларыңыз бар? Заманауи көп қазір. Интернетте барында. Сол жерлерден, әрбір жерден алып, заманауи балаларды қызықтырып, спортқа ойын арқылы қызықтыру бойынша жаңа дзюдо күресіне келді. Сөйтіп баланы қызықтырып алып кетеді. Дзюдо спортына келетін болсақ, дзюдоның балалар мен жасөспірімдерге беретін негізгі пайдасы қандай? Дзюдо күресінің ең бірінші дзюдо күресі өзі жапон халқынан шыққан күрес. Ең бірінші тәртіпке үйретеді. Балаларды бір-біріне деген құрмет ең бірінші. Поклонмен басылады ең бірінші. Тазалық. Ең спорттардың ішінде өзі әлем бойынша екінші орында тұрған спорт футболдан кейін. Әлем бойынша көп қатысады адамдар спортқа. Жаттығу барысында ең басты назар аударатын қағидаларыңыз қандай? Қағидаларымыз ең бірінші балалар түгендеп, балалардың тазалығына қарау, тәртібіне қарау, балаларды сапқа тұрғызып, бүгін өтетін жаттығуымызды таныстырып кету, балалардың денсаулығын бірінші нақтылап алу ең бірінші. Бүгінгі жаттығуға дайын ба, денсаулықтар ауырып тұрғандар бар ма ішінде? Егер ауырып тұрғандар бір жер болса, ол балаларды қатыстырмауға тырысамыз. Өте жақсы. Келесі сұрақ, спортшылардың тәртібі мен мінезінің қалыптасуына дзюдоның әсері бар ма? Дзюдоның қалыптасуына өте үлкен үлесі бар. Дзюдода жаңағыдай барлық бала дайындалады. Жетістікке жету үшін дайындалады, олай айтқанда алдыға мақсат қойып, сол мақсат арқылы бала өзі жаңағы алдыға мақсат қойып, орын алған, медаль алу керек деп, ең бірінші баланың несі ғой, алдыға мақсаты. Сөйтіп бала қалыптасады, алдыға мақсат қою. Жақсы. Негізі жарыстарға дайындық қалай жүргізіледі? Әрбір жарысқа балаларды дайындаймын, жаңағы өздерінің әдіс тәсілдері болып, балалардың мақсатын әдістері. Сол әрбір әдісін, өзінің әдісін дұрыс жасалып жатыр ма,
шыңдаймыз сол әдістерді. Және де қарама қарсы әдістер бар. Жаңағындай ортада жаңағы татамида өзін қалай ұстап жүру, ескертулер алмас үшін соларға ерекше мән аударамын. Жаңағындай ескертулер артылып қалмасын, немесе жаңағындай әдістерді дұрыс жасамай қалып түсіп қалатын балалар болады. Соларға бөлеміз. Және де әсіресе ең бірінші жарақат алып қалмас үшін балалардың жаңағы әдіс жасаған кезде жарақат алмас үшін үйретеміз. Жаттықтырушы ретінде ең есте қалған сәтіңіз? Ең есте қалған сәтім енді үлкен жетістіктер алады ғой есте. 2019 жылы жаңағы оқу үшін Ақтау қаласына барып осы Қарағанды облысы бойынша жалғыз чемпион Қазақстан болған. Жалпы болашақта мектептегі спорттық өмірді дамытуға қандай жоспарларыңыз бар? Спорт мектебінің ашылуы деген сияқты. Енді жоспар осы ауылымызда жаңағы ангар дейді, спорт ангарын салайын деп жатыр. Соған алда болған көп мәселелер бар. Және мақсаттарымыз бар, жаңағындай ашылса ары қарай спортты дамытуға, балаларды тартуға, балаларда қызыға дейтін үлкен бір здание ашылғаннан кейін балаларда тартылады, жаңа мүмкіндіктер болады. Жақсы. Жалпы дене шынықтыру мұғалімі болудың қандай қиындықтары бар? Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болудың қиындықтары жауапкершілік ең бастысы. Әрбір балаға жауап бересіз, әрбір баланың денсаулығына жауап бересіз. Өмір қауіпсіздік негіздерін үйрету керек ең бастысы. Спорттық залда өмір қауіпсіздік негіздерін білу керек бала. Сол баланың ең басты денсаулығына жауап беру біздің мақсатымыз. Және баланың дене бітімінің дамуына. Жалпы болашақта дзюдоға келгісі келетін жаңағы балалар нені білген дұрыс? Дзюдоға келетін балалардың нені білгені дұрыс болғанда? Не айтамыз? Дзюдо спортын бастағаннан кейін жаңағы ең бастысы жарты жолда тастап кетпеу керек. Ары қарай алдыға мақсат қойып жаңағы тынымсыз еңбек етіп, үлкен жетістіктерге жетіп, әке-шешесін қуантып, мектепті қуантып, жаттықтырушысын қуантып, солай соны білу керек. Ең бастысы жарты жолда тастамай бастаған спортын үлкен биік шыңға жеткенше тоқтап қою. Сіздің жауаптарыңыз өте қанағатты болды деп ойлаймын. Енді қорытындылай келе, алда келе жатқан тәуелсіздік күніне орай оқушыларға, ұстаздарға, қауымына және барша жұртқа айтар жылы лебізіңіз болса тәуелсіздік күнінде? Алла қаласа мына 16 желтоқсан келе жатыр. Осы 16 желтоқсанда барлық қазақстандықтарды, барлық көрермендерді осы еліміздің тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Осы елімізде денсаулығы мықты жастар көбейе берсін. Барлықтарыңызды осы тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осымен біздің бүгінгі айдарымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.